Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше тамақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Пюре және осылай фрикадельмен керемет тамақ жасайтын боламыз. Алдымен тартылған етіміздің үстінен ұсақтап туралған пиязымызды және тұзымызды, татымына қарай қарабұршымызды салып, барлығын жақсылап қолдың көмегімен мыжып, жақсылап араластырып аласыздар. Бір-бірімен жақсылап араласуы керек. Және барлығын араластырып алғаннан соң үстінен томатымызды салып, оны да жақсылап араластырып аласыздар. Және оның үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырып, қолымыздың көмегімен фаршымызды дәл осылай дөңгелектеп формаға шығарып алатын боламыз. Барлығын дайындап алғаннан соң холодильнигімізге 5-10 минутқа қойып, оған дейін майымызды ерітіп, табаға сары майымызды салып жақсылап ерітіп, фрикадельдерімізді алып, дәл осылай бірінен соң бірін сала отырып, қызып тұрған майға екі жағын аудара отырып, қуырып алатын боламыз. Екі жағын дәл осылай қасықтың көмегімен осылайша аударып, барлығын дайындап алғаннан соң бір ас қасық ұнымды қостым. Себебі тамағымыз бұл қоюлау болу үшін дәл осылай бір қасық ұн қосып жібересіздер. Жақсылап кішкене қуырып алғаннан соң оның үстінен жарты пиалайдай суымызды құятын боламыз. Не болмаса жарты кеседей суымызды дәл осылай құйып, қақпағын жауып бұқтыруға қоятын боламыз. Астын қатты отта бұқтырып, осылай дайындап алғаннан соң астын пәсейтіп, кішкене ғана отқа қойып қоямыз. Сонан соң дайын қайнатылған картоптарымызды дәл осылайша езгіспен жақсылап езгілеп алатын боласыздар. Жақсылап езгілеп алғаннан соң оның үстінен тұзымызды және де қарабұршымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды тамақ. Жасап көруге кеңес беремін. Парақшама, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналымда өте керемет, жеңіл рецепттер өте көп. Дәл осылай бәрін езгілеп дайындап алғаннан соң қолымыздың көмегімен пюрелерімізді осылайша дөңгелектеп, тарелкамызға бір пюремізді, бір фрикаделімізді сала отырып, дәл осылай барлығын араластырып тарта бересіздер. Осымен біздің керемет тамағымыз дайын. Өз бағаларыңызды беріп, комментария бөліміне өз ойларыңызды білдіріп кетсеңіздер болады. Және парақшама тіркеліп, лайк басып қойып, және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.